Toprak қалам туған жерім. Toprak қалам туған жерім, әму дария жағасы, орманы бар талшын қамыс, көк майсамен қоғасы, қауын менен мал өсіріп, күріш еккен қазақпыз. Берейін мен туған жердің мақтауын айтып бағасын. Пәтуаға бригад шерілер, аямай терде төгетін, қауын менен қарбызды жылына көптеп егетін. Жұманазар Рахман Бекболат механизаторы боп елдің, жинап алып күрішті қырманға көптеп төгетін. Ермекбай Қожа Қарауыл ел сыйлысы боп елдің, Нұраш пенен Оразалы агрономы боп жердің. Қонар ата Қарауыл егіндерді қорғайтын, бала болсам да 5 жасар, осылардың бәрін мен көрдім. Өтеш ата ардагер, аң мен құстың пірі болды. Майлыбай ата атбегі, шабандоздың бірі болды. Есжан ата Нарымбет, Қалымбеттер ірі болды. Жарқымбай Қожа Камал мен ол кезде бәрі тірі болды. Беркінбай ата Әлімбай мен Шәріпбайдың ұлы болды. Аталарды еске алу айтатын менің жырым болды. Су тасыдық піләкпен есекке артып, шөп тасыдық есектің айылын тартып. Қауын қақты тіле тұғын әжелердің, айтайын еліктерін сол кезде жарытып. Киіз басып, ши тоқып, жүн иіріп, кілем тоқу үрдіс болды көпті жиырып. Өтті ғой талай қызық балалықта, осы күні оны еске алалықта. Туған жердің естелікті еске алып, көңіліміз бір жасарып қалалықта. Топрақ қалам